Барша қазақстандықтарды, отандастарымызды мынау келіп жатқан ата заңымыздың күніменен құттықтаймыз. Ата заңымыз шынында да біздің ғана емес, келешек ұрпағымыздың мәңгілік ел болуға ұмтылған тұтас отандастарымыздың мәңгілік қорғаны болсын, айбары болсын, біздің еркін, берекелі өміріміздің кепілі болсын. Мереке құтты болсын. Қайырлы күн, құрметті жерлестер, құрметті айтыс ағайын. Бүгін Түркістан қаласында ата заңым айбарым деген тамаша айтыс өтті, керемет. Облыстық деңгейде болғанменен, қатысушылар облыстың көлемінде болғанменен бір республикалық деңгейдегі айтысқа пара-пар айтыс өтті деп есептейміз. Барлықтарыңызды ата заңымыздың мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, мен аты жөнім Баянбай Ахмет Расул Ғаниұлы, киелі Отырар ауданынан келіп тұрмын. Бүгінгі айтысқа айтысымыз керемет, өз деңгейінде әдемі өтіп жатыр. Және баршаңызда бүгінгі келіп жеткен мерекемен құттықтаймын. Білесіздер, Түркістан облысы киелі мекен, киелі жер, ата заңның өзінде айтып өткен, жалпы мемлекетіміздің ең құндығы байлығы ол адам деп, яғни адам саны деп. Ал біздің Түркістан осы Қазақстанды ең құнды байлықпен қамтып отқан біздің киелі ордамыз. Ал мереке баршаңызға құтты болсын, Түркістан облысы жасай берсін, ата заңымыз жасай берсін. Ассалаумағалейкум, Түркістан облысының қонақтары, тұрғындары. Мен бүгінгі аудандық ата заң айбыным атты ақындар айтысына қатысып жатырмын. Бүгінгі осы мерекемен барша елімізді, барша елдің, Қазақстанның тұрғындары шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі келіп жеткен ата заңымыз, конституция баршамызға құтты болсын. Осы келе жатқан жас ұрпақ сол ата заңның шеңберінен аспай, барлық соны құрметтей отыра, соған бағынса деп ойлаймыз. Келер ұрпақ сол ата заңның аясында өмір сүрсе, біздің болашағымыз жарқын болмақ. Мен Төлембек Нұртілеу, Бәйдібек ауданы, Қайнарбұлақ ауылынан келіп тұрмын. Жалпы Түркістан облысына көрмеге келмегелі көп айдың жүзі болды. Бүгін көріп осындай әсем қаланы, дамып кеткен қаланы көріп, кәдімгідей марқайып жатырмыз. Бүгінгі болып жатқан айтыс өте керемет, өте жоғарғы деңгейде өтіп жатыр. Тақырып бүгінгі берілген ата заң айбарым. Жалпы осы Конституция күнімен барша қазақстандықты, барша отандастарды құттықтаймын. Ассалаумағалейкум, қадірлі де құрметті Түркістан жастары, қала тұрғындары, қала қонақтары. Сіздерді берсе, осы 30 тамыз күні келе жатқан ата заңымыз Конституция күнімен құттықтай отыра, өзімнің тілегімді айтуға Отырар аудан Шәуілдір ауылынан Сәуірхан Сұлтан деген отанымызбен боламын. Бүгінгі айтыс өте жоғары деңгейде өтуде. Осы айтысты ұйымдастырып басы-қасында жүрген жастар ресурстық орталығына алғыс білдіреміз, және де көптеген ақын ағаларымызға алғыс білдіреміз. Осындай жастарды қолдаған айтыстар көп болып тұрса, елдің ертеңі де бұлыңғыр болмасына кәміл сенімдіміз. Ұлын көрдік, батыс пен дүрілдедік,
арайлы таң атыпты ғой. Мен рас батыспенен шығу жедім, жырласам күн ұзарып батыпты ғой. Бірақ та шаршамайын деген едім, Расул махамды айтып шатыпты ғой. Аянның аянышты түрін айтып, мазақтап мына бізді жатыпты ғой. Бауырым оның несін аяп тұрсың, таңымыз арайланып атыпты ғой. Аянның аянышты мына түрі, мейіржанның түрінен бақытты ғой. Айырған кезінде мен жүк болдым оң жақтағы көзімменен. Аманға нұрдәулеттей ақ құрдасым, түнімен түйін ойлап көзіммен. Ақыры Түркістанда түйісіппіз, айтысып ойда жүрет өзіңменен. Келендеше сыйласып айтысайық, тыңдап әрбір сын мінді төзімменен. Шыныменен сыйласып айтысалсаң, бауырым деп жолымды өзім берем. Ал енді абайсызда артып кетсең, ойланбай тыпалақтай езіп жерем. Қысқасы қатты кетсең, о дүние туралы ел айтқанда сезімменен. Бұған дейін естіген әңгімеңді көретін боласың өз көзіңменен. Айбарлы атазаңның айтысына қанды қол қарақшыны кім кіргізген? Жырың бар ел көңілін байдым келген, осындай еңсеңде бар айтып келген. Түріңде қорқынышты екен сенің, басқаша болып кетті ау жай күткеннен. О дүниеден кеп тұрған әруақпысың, жанбысың, о дүниеден қайтып келген. Ажал айтып келмейді деуші еді ғой. Болмады бұл оқиға сай күткеннен. Әзірейілден қаты кез екен мынау, жұмысын жасар кезде тайғып берген. О дүниені көзіңе көрседем деп бетіме өлеңдетіп айтып берген. Нұрмаған өзіңде бір белеспісің, айтқанымды осында көп естісің. Келесап о дүниені айтқаным не? Осында жандалатын елеспісің. О дүниемен тікелей тілдесетін Шалабайдың ұрпағы емеспісің? Мынауың екі жұмыс қосар алған. Ағайын Қазбекке бір қол соғыңдар, өз-өзін өзгешелеп атап алған. Екі бірдей мамандығын сай келмей тұр, жарқ етіп көрінсең де сатанаңнан. Ақындардың ішінде сен ғанасың, шұңыры мен шылғырым қатар алған айы. Қазбекке салып тағы жол тұсады, шаппаша боя бермей сөз тұсады. Ал енді кезек беріп бір көрейін, дым таппаған қарсылас көз қысады. Бұл өткенде айтысты қоямын деп, әркімге пікір айтып тартысады. Айтысты қоятындай Қазбек жанау, қайтып қанша айтысқа қатыстың жалпы саны. Қоям деп қайта келген ақындар да осындайда көріп қалсаң сөз қысады. Ендеше Қазбек жанға кезек бердім, бүгін енді кімде деп қарғысады. Жамандатым кетем деп қорқытады, жаманатын қоям деп қорқытады. Ассалаумағалейкум, исламым. Ағайын бұл өзін зорға балайды. Мәдениеттің шабарын алған едім. Осында
киюге бұл да жарайды. Ей, мына жұрт бірақ та үстіндегі өзім емес, аталы ауыздағы сөзге қарайды. Ақындар елге өлең арнағасын, ақынның ел бермейме шын бағасын. Елге бірдей мамандықпен жүрсін дейсін, исламдай жырлау керек жырлағасын. Жауабыңды берейін, ал ендеше мұндайда қалай ғана құр қаласың. Шұмырды да алып жүрмін, шылбырды да атыспаймын, ауылда жан болмағасын. Бірге жасап келеді халықпенен. Көтеріліпті қалада көп. Таңырқап тұрғанымай аз уақытта осылайда дамуға бола ма деп. Қой осымен қояйын мақтануды, ойлап қалар мақтаншақ бола ма деп. Одан әрі мақтар ем Түркістанды, қорқып тұрмын көз тиіп қала ма деп. Бірге боламыз деп кетпесек жарар еді, инсульт алып Нұрділеу, деп отырсың ба, бек отырмын. Мен де сендік уайымды жеп отырмын. Бір көлік алатығын ақшасына, бір көлік алатығын, я ақшама, бауырым, абет емес сақтырық жеп отырмын. Қандай адаға тауып алдың, бауырым сөздеріңе шоқ отырмын. Ярас, мен тамақты солай ішем, сондықтан да бауырым тоқ отырмын. Азаным мен қуаныш базарға барып, бір әсіп сорпаға бөгіп кеп отырмын. Ау, көріні берген бұлан мен арысқа, бауырым сен нормальны темәттен ұста. Астанадан кеп отқан ағымсың ғой, жүрмейді ғой, сондықтан бағалыста. Ауысыңыз не деген қатты еді, жоғайды біздігімен жомаласына. Инсульт алып қалайын деп әрең жүрмін, даусыңды жай шығарш қашалыста. Домбырасын отырған бұрай алмай, өлеңді де отырған құрай алмай, әлсіз ғана тіребем қарсыласты. Жереме адам бермет бірақ ондай, томпиған Даниялым атып шықты, сынауға болам екен бұлай аллай. Ал Даниял, қалайсың, аманмысың? Ағайынға отырған ұйы ұнай алмай, бір көлік алам деп отқан ақшасына бір әбет ішіп қойған шыдай алмай. Ар жаққа баратындай, ол жақта сіз сияқты жастар жоқ па? Алтын керек болып жүр ма аға сізге? Жоқ әлде көшемізде асфальт жоқ па? Бұл айтыс емес қыз алатын, бұл айтыс болып тұр қызаратын. Несі бар олимпиадаға бара берем, балаңның бой дарияда жүз алатын. Бірақ сізде менімен жүріңізші, әлі талай белесі көп біз алатын. Бильярдтан бармасаңыз сіз ол жаққа, ағасы түріңіз бар қызаратын. Бильярдтан алтын алып келмесеңіз, айтыста алтын жоқ қой, сіз алатын Оны да еске біраз алар едім. Және де олимпиада болды ғой тақырыбымыз. Ол жаққа қалай мінді тағар едім. Олимпиадаға
сыяр ойын қосып қойса ойланбай Парижіңе барар едім ба жаратқан алла өзі шебер қылып әр адамға несібін берер біліп ассалаумағалейкум хақытуға сәлемімді берермен кебет қылып тіл мықтының барлығын оқытыпсың ел кезектен өткізіп елеп жүріп тұлғалардың біразы мына сенде оқыпты ғой қалай алдың бауырым осы жерде шыныңды айтшы баспай емес ол кезде қалай алдың ай ағайын сөздің басы айқай ақан ержандай бұл күнгі бір арсыздар ағайын бітемін дегенше шыдарсыздар тек қана ержанға шулай бермей ағайын бір жыл өткізбей тоқтап қалып сол жағына өкіліп көп тұрып